Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен қазақтың ұлттық тағамы ас дайындайтын боламыз. Бешбармақ деп жатады. Оны әрбір жерде, әрбір үйдің ханшайымы әртүрлі дайындайды. Сол сияқты мен де өзімнің сырыммен бөліскім келеді. Ең әуелі осылай етімізді қайнағанша қатты астын ашып қоямыз. Қайнағаннан соң сорпасын жаңағы отымыздың астын басып, үстіне осылай мен картопымды, сәбізімді салып жіберемін, бірге пісіремін. Қайнамастан бұрын тұзыңызды дәміне қарай бұрышыңызды салсаңыз болады, пияз салып жіберсеңіз болады. Бірақ менде маринадталған уже қыстың еті болғандықтан мен ондай ештеңе салмаймын. Және де мен ылғи да астың нанын жасаған кезде сорпасына жасаймын, суға емес. Сол кезде сіздің қамырыңыз өте дәмді болып шығады. Сорпамызды өзіме керек мөлшерде құйып алып, үстіне бір дана жұмыртқамды салып, осылай біркелкі астың нанын илеймін. 15-20 минутқа иін қандырып тынықтырып қойып, пісуімізге етіміздің бір жарты сағат қалған кезде осылай астың нанын илеп бастаймын. Менде 2 дана қамыр шықты. Одан соң отымыздың астын қаттырақ ашып, нанымызды бөлшектерге бөліп, осылай небәрі 2-3 минут көлемінде нанымызды түсіріп аламын. Неке етімде барлығы да дайын болды. Енді барлығын жақсылап турап шығамын. Менде етім 2 сағат жарымда пісті. Сәбізімізді әдемілетіп, осылай жан-жағына картопымызды турап кесіп қоямыз. Одан соң тұздығына менде пияздың үстіне қара бұрыш салып, осылай бұқтырып қойдым. Бізге осылай ұнайды. Ал баршаңызға ас болсын, міндетті түрде бағалай кетіңіздер, каналыма тіркеліп.